Менің атым Роуз. Мен Павловка деген қалада ақсүйектер әулетінде өсіп туғанмын. Мен не қаласам соны істей алмайтынмын. Өйткені байлар тәртіпті болу керек деген ұстанымды ұстанып қалған. Сөйтіп мен грантқа түскім келді. Грантқа түсу үшін жақсы үлгерім керек. Ал мен жақсы үлгерімде болмадым. Сөйтіп бір күні мен директордан комната сұрадым. Ол маған бір жайлық комната берді. Сөйтіп мен бұл жақта бір өзім тұрамын деп ойладым. Бір кезде бір Айлуна деген қыз кіріп келіп, тұр менің орнымнан деп айқай салды. Мен де қырсықпын ғой, мен де тұрмай отырып алдым. Екеуміз ұрыс шығардық. Менің настроениемді бұзып жіберді әлгі қыз. Өзі Шабел әдемі, бірақ қысқа шашты, мейірімсіз, қатал жан болды. Мен ондайларға жыным келетін, және де мен ашыла алмайтын едім. Мен отыра бердім. Ол бір күні менен көйлегімді рұқсатсыз сұрап киіп алыпты. Мен саябақта жүргенмін, және де мен көптен ресторанға барған. Сөйтіп ол мені шкафымды ақтарыпты. Ол светті өшірді. Мен қайтадан жағып қойдым. Ол маған айтты да лақтырып жіберді заттарымды. Сөйтіп светті өшірді. Мен қатты ашуландым. Егер де сіздер де осындай болса ашуланасыздар ғой. Түнімен не істерімді білмей жаттым. Заттарымның бәрі құр босқа кетті. Сөйтіп мен түнімен оған жоспар құрғым келді. Ал ол болса түнде маған тұршы менің орнына, мен осы жерге жатқым келеді деді. Сөйтіп мен далаға шығып келдім де қайттан келдім. Жата қалдым орныма. Мен көңіл күйім жоқ. Ата-анам қасымда болғанда керемет болатын еді. Қанша қатал болса да. Бірақ та менің ата-анам қатал. Айтып өткенде ақсүйектер болған соң қатал болады ғой. Сөйтіп мен бір кезде ойым өзгере бастады. Ол менің чемоданымды ақтарып жүр екен. Не? Ол менің заттарымды ақтарып жүр. Сіздердің заттарыңызды ақтарсам біртүрлі емес пе? Сөйтіп мен оған шабуыл жасайын дедім. Шабуыл емес енді. Кішкене жоспар құрайын дедім. Есікті ашып қалсам, вечеринка өтіп жатыр. Мен қатты тоқтаңдар дедім. Менің кроватымда отырып, біреулер сүйсінді жатыр. Мен сөйтіп бастыққа бардым да есікті тықылдаттым. Ал ол менің не болғанын сұрады. Мен оған барлық мәліметті айтып бердім. Ол менімен бірге жүрді. Қасыма барды. Сөйтіп мен оны әрең дегенде апардым. Сөйтіп комнатада ешкім жоқ. Айлуна өзі ұйықтап жатқан сияқты ұйықтапты. Сөйтіп сен мені мазақ қылып тұрсың ба? Екіншіде қайталама деді. Ал мен ештеңе айтамай тұрып қалдым. Ондай қол екенін кім білген? Менен асып түседі екен. Мен 18-демін, ал ол болса менен кішкентай қыз екен. Сөйтіп ол менен куәлігімді тартып алды. Сөйтіп қайттан кірсем, қайтадан шу. Жаңағы балдар. Ал мен бұрышқа отыра салдым. Мен бұл жақта өзімді ыңғайсыз сезіндім. Одан да тәртіпке бағынатын түрме сияқты өзімнің үйім жақсы еді. Мына қызға қарағанда деп ойладым ішімнен. Бұл мыстан менің заттарымды ұрлап жүрген, менің кремімді жағып, менің пляжға баратын заттарым купальнигімде алып жүр. Мен қатты ашуландым. Сөйтіп мен оны дым білмедім, бірақ та білмей жүргіздім. Сабақ пен ұйықтаудан басқа ештеңе ойламадым. Және де мен ата-анамды сағындым. Мен күніге 2 алатын болдым. Сөйтіп бір күні мен онымен жау болып алдым. Ол қыз нағыз мыстанның өзі. Сөйтіп мен далаға шықтым. Қоңырау барысында далаға шықтым. Мен далаға шығып келе жатқанда коридорда көп адам болды. Комнаташыға мені басқа бөлмеге ауыстырыңыз деді. Ал ол маған ауыстыра алмайтынын ескертті. Мен қатты жылағым келді. Сөйтіп шарбаққа шығып қайтуға жөн көрдім. Скамейкаде отыр едім. Бір адамды көріп қалдым, машинадан түсіп келе жатқан. Ол қыздың қандай сыры бар екенін ешкім де білмейді ғой. Қазір қызықтың көкесі енді басталайын деп тұр.
қазір көресіздер ол қыздың не екенін. Ол тек қана әжесі бар екен, оның анасы, әкесі жоқ. Мен оны қатты алаңдап кеттім, бірақ әжесі одан қарағанда ақкөңіл, бірақ ұрысқақ еді. Томпақта маған келіп, мені соған ұқсатты да маған қолын бұлғады. Сөйтіп маған заттарын көтерткізіп қойды. Сөйтіп мен оның бөлмесіне апардым. Үлкен қыз болып өтіпсің, не істеп жүрсің деді маған. Жоқ, мен Эмили емеспін деп айттым. Сен кімсің? Тағы басқа нәрселерді, көптеген сұрақтарды қойды. Менің қызым осындай еді, менің қызым сондай еді деп мені шымшып қойды. Сөйтіп маған ауылдан келген сорпа берді. Маған ондай сорпалар ұнамайтын. Сөйтіп мен өз орныма отырдым да ойланып кеттім. Оны қатты аядым. Ол анасыз өскен. Және де ол әжем жылағысы келіп тұрды. Томпақтау келген шашы ақшыл әже еді. Сөйтіп Эмили әлі келген жоқ. Бір кезде біз отырып әңгімелесіп кеттік. Сөйтіп ол кетіп қалды Эмили келместен. Сөйтіп мен қатты ойланып отырдым. Эмилиге ашуланып жүрсем, ол жақсы қыз екен деп ойладым. Ол менің заттарымды ұрлап жүргеніне қарағанда жақсы емес қыз сияқты. Мынаны кім әкелген? Мен сені аяймын дегенде, сен мені аямай-ақ қой. Мен аяушылыққа тұрарлық адам емеспін деп менің бетіме былш етті. Сөйтіп мен қатты ұялып қалдым. Менің заттарыма тиісіп жүргені аздай, менің заттарыма неге тиісесің деп қояды маған. Бірақ одан кейін екеуміз сырласып жақсы қыздар болып, құрбылар болып кеттік. Оның ішіндегі бар сырын тек қана маған айтып жүрді. Сөйтіп екеуміз біреуге тиіссе, екіншіміз соған жабылатын. Ал ол менің киімдерімді екіншіге рұқсатпен киіп жүрді. Мен бірақ бәріне де ала бер деп жауап. Менің ағаммен танысып алыпты, ал мен оны білмеймін. Ол қатты қуанды. Мен неге екенін сұрамадым, білмедім. Ол маған айтты, мен үлкен қателік жасадым, Эмили дедім. Сосын не деп сұрағанда, бірақ білмеймін дедік. Сөйтіп мен оны мазақтадым. Бірақ ол ештеңе де айтқан жоқ. Сөйтіп мейрамханаға оны шақырыпты. Және де мен оған не істеу керектігінің бәрін айттым. Өзімнің кеңестерімді бердім. Және де ақсүйектер отбасы сияқты болу керек дедім. Сөйтіп оны керемет мейрамханаға шақырды. Және де олар қыдырып жүрді. Сөйтіп сау бол деді, мен де сау бол дедім. Сөйтіп ол менің ағам емес болып шықты. Енді ол сенің ағаңа ұқсайды деген соң қайтейін? Ол сөйтіп Эмилидің жігіті маған ғашық болып қалды. Бірақ та ол өтірік Эмилиді жақсы көретін адам ұқсап жүрді. Сәлем деді. Құрбыңның жігітімен жүруге ұяласың ғой. Сөйтіп мен оған жылы қабақ таныттым да, бірақ та мен суға түсіп кеттім. Жоқ, суға түсіп кеткен жоқпын. Екі ортада мен қалып қойдым дегенім ғой. Екеуміз бірге суға түстік. Ал Эмили кластастарының алдында мазаққа қалды. Мен сосын Эмили деп артынан жүгіріп барғым келді, бірақ та әлгі жігітке айтарымды айтып тастадым. Эмилидің қасына барып оған жыл сөздерді айттым. Ал ол маған, енді сен маған керек емессің, сен де дос керек емес деді. Сөйтіп азандап менің ернімнен біреу сүйіп алыпты басымнан. Сөйтіп ол қарады да, Эмили, тұр, не істеп жүрсің таң атпай? Енді ұйықтамаған өзіңнен көр, азан болды, тұр деді. Сөйтіп ол мен туралы басқа нәрсе ойлап қалыпты. Мен азанда тұрдым, бірақ мұңайлы. Ол мені кешіріп үлгерген бе деп ойлап қалыппын. Ол мені кешіріпті, ал мен бірақ ұялдым. Сөйтіп мен де одан кешірім сұрадым.
басымды қазыдым да, кешір, бірақ екеуміз дос емеспіз бе дедім. Сөйтіп, мен оған көптеген заттар бердім. Екеуміз мазақтасып, қуаласып жүрдік. Ол сосын қуана алатын екеуміз қазір өте жақын достар болып кеттік. Бір-бірімізді қимаймыз. Бір-бірімізбен сөйлесетін кезде құшақтасып, бір-бірімізге тиісіп, ойнап, бір кезде мазақтайтын да кездер болады. Әрине, барлық достарда ұрсып қалатын кездер болады ғой. Сау болыңыздар, бізде осылай оқиғамыз аяқталды.